Енді уақыт өзгерді ғой, өмір өзгерді. Өмірге сәйкес, уақытқа сәйкес бізде икемді өзгеруіміз қажет. Мен өзім Сеул қаласында дәл сондай бір 2 мектепті көрдім. Үлкен 20 қабатты үйдің астында 800 бала оқитын 2 қабатты мие, бірақ ол жерде олар дене шынықтыруға басқа жерге барады екен, яғни тасымал арқылы жүзеге асырады, бірақ енді Сеулда да айтады, біз оны басқа жерге барғаннан гөрі біз осы жерде осындай тығыз болды, сол тығыздықтан қарап осындай ғимаратты шешім шығардық деді. Жаңа қайта-қайта айтып жатыр. Біз қазір ондай шешім шығарсақ, онда ертең жоғары аудиторлық палатадан тексеріс келсе, басқа жақтан тексеріс келсе, бізде мына заңға сай емес екен деген нәрсені айтады дейді. Бірақ біз бір нәрсені түсінбей отырмыз. Конституцияда негізгі құндылық, Қазақстанның негізгі қазынасы адам, адамның құқықтары мен бостандықтары. Сәйкесінше біздің балаларымыздың қауіпсіздігі, біздің балаларымыздың жаңа білім алуы, ғимаратындағы қауіпсіздік мәселесіне бізде қайтадан қарастыруымыз қажет. Бәлкім заңды икемдеу керек шығар. Бәлкім 2023 жылдан 25 жылға дейін тек қана сол жағалау дейді ғой, Нұра ауданына қарастау деймін. Сол ауданға байланысты осындай шешім қабылдау қажет болса, депутаттық корпус атынан мен көмектесуге де, қабылдауға да, салсуға да дайынмын. Бірақ біз қазір мынау заң осыдан 20 жыл қабылданған. Мынау норматив осы жерде 30 жыл қабылданған. Мен осыдан аса алмаймын, мен басқа жауапкершілікті алғым келмейді деген азаматтар үшін біз түсінуіміз қажет. Өмір өзгерді. Демография өсе береді. Бізде енді жыл сайын жаңа 500 мың бала мектепке барды ма, енді Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, бұдан төмендемейді. Және біз осы мемлекеттің азаматтары ретінде оны төмендетпеуге мүдделіміз. Демографиялық өсім қажет. Қолымыздан қандай мүмкіндік келіп тұр, ол тіпті әлеуметтік нысанға келетін ғимарат болса, сол ғимаратқа бағыттап, соған қарай жұмыс жасау қажет деген ойдамын. Енді Жұлдыз ханым, бір ғана мектептің мысалында айтып отырсыз ғой қазір, бірақ бұл Қазақстан бойынша әсіресе ірі қалаларда, жаңа өзіңіз айтқан Алматы, Астана сияқты ірі қалаларда негізгі проблема, ол бір ғана мектеп емес. Мен жаңа айтып жатырмын, Астана қаласының білім басқармасына айттым. Егер Астана қаласының ерекше статусы туралы заң бар ғой, заң менің білуімше 97 жылдан бастап сол қабылданғаны бар, өзгеріс енгізгені бар. Енді сол заңды қайтадан қарастыру керек болса, сол заңға әлеуметтік инфрақұрылым аясында біз енді тек қана мектеппен қарастырмауымыз керек. Біз бұл проблеманы кең қарастыруымыз керек. Балабақша мәселесін, сол жердегі аурухана мәселесін, сол тұрғыдан бір өзгеріске, қазір біз дайынбыз, мынанда ғимаратты көріп тұрмыз, жайлы мектеп салғанға дейін осы ғимаратпен мәселені шешеміз, мынау талаптарға сай келеді деп олардың тарапынан өткені құзыретті орган, әкімдік, құзыретті орган білім басқармасы. Жауапкершілік сәйкесінше сол кісілерде. Сондықтан, егер олар осыны мән-жайды толыққанды түсініп, көмек сұрап келетін болса, азамат ретінде, депутат ретінде бүгін тіпті осы апта күндіз түні сол заңды жазып, өзгерісті енгізіп, осы жерде соған атсалысуға дайынмын.